Қазақ әдебиеті пәнінен 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары 2-ші нұсқа. Мына үзінді қай шығармадан алынған, авторы кім? Менің атымда айтып бастасам, тілім таңдайыма жабысып қалғандай болады тұрады. Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт па деймін. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттарды алып қараңдаршы. Жауабы бұл нұсқасы Бердібек Соқпақбаев, менің атым Қожа. Шығармада қожаның шашын қарт неге теңеген? Жауабы С нұсқасы тікенекке. 3-ші Сабира Майқанова, мен Қожа алғаш қайда жолықты? Жауабы В нұсқасы дүкенде. Қожаның анасының есімі кім? Жауабы С нұсқасы Миллат. 5-ші сұрақ. Қожаның сынып жетекшісінің аты жөні кім? Д нұсқасы Сабира Майқанова. Қалидің ағасымен тіл табыса алмауын сипаттап бер, нақты 3-4 сөйлеммен жеткіз. Қали ағасымен тіл табыса алмай өзін жат сезінеді, өйткені олар бөлек ортада өсіп, мінез құлықтары әртүрлі қалыптасқан. Ағасы оның өзіне бірден жақын тартпай салқындық танытады. Бұл Қалиға ауыр тиеді. Жер астынан шыққан желін батырдай жабыса кеткен ағасын жатсынып отыр ғой деген жолдар оның ағасына деген көңіл күйін көрсетеді. Осылайша бауырлар арасындағы алыстық олардың қарым-қатынасын қиындатады. Бүгінгі күннің қожасы туралы жазыңыз. Ойыңызды 4-5 сөйлеммен жеткізіңіз. Бүгінгі күннің қожасы ақылды, арманы асқақ, бірақ кейде тентектікке де бой алдыратын жасөспірім. Ол заманауи технологияларды меңгерген, білімге құштар, әділеттілікті сүйетін тұлға. Қожа сияқты қазіргі балаларда кейде қателеседі, бірақ ең бастысы олар өз қателіктерін түсініп, дұрыс жолға түсуге тырысады. Бүгінгі қожа еркін ойлы, өзіндік пікірін ашық білдіре алатын, бірақ үлкендердің ақылында тыңдай білетін бала. Ол болашақта еліне пайдалы азамат болып өсуге талпынады. Қалидің асығып кетуі, Манаптың қаяу күйде Волгаға отырып вокзалға бағыттауы туралы өз ойыңды 3-4 сөйлеммен білдір. Қали ағасынан жылы қабылдау күтсе де, салқын қарым-қатынасты сезініп, өзін артық адамдай сезінді. Сондықтан ол тезірек кетуге асығып, бұл жерден алыстауды жөн көрді. Ал Манап болса, інісінің асығып кеткеніне іштей қынжылып, өзіне де түсініксіз қаяу күй кешті. Бұл сәт бауырлардың арасындағы алшақтық пен өкінішті айқын көрсетеді. Ахмет Байтұрсыновтың «Егіннің бастары» шығармасынан бидайдың образын шынайы өмірдегі адамдармен салыстырып, бір шумақ өлең жолдарын құрастырыңыз. Егінде бір бидай тұрды, өзгелерден айқай тұрды, өйткені ол тым өзімшіл, көрген көздер байқай тұрды. Жантаспен қожаға салыстырмалы мінездеме беріңдер, өз ойыңды 3-4 сөйлеммен жаз. Қожа әділдікті сүйетін, кейде тентектік жасаса да, жүрегі таза, шыншыл бала. Ол өз қателіктерін түсініп, түзелуге ұмтылады. Ал Жантас екі жүзді, жағымпаз, іштарлығымен ерекшеленетін кейіпкер. Ол сырттай момын көрінгенімен, қожаны мұғалімдерге жамандап, өз пайдасын ойлайды. Осылайша, қожа шыншылдығымен ерекшеленсе, Жантас қулығы мен айлакерлігі арқылы есте қалады. Бидайдың басын көтергені дақылының жоқтығы, жігіттің кеудесін көтергені ақылының жоқтығы. Мақал-мәтелдің мағынасына байланысты эссе жазыңыз. Адамның шынайы білімді көреген екенін оның қарапайымдылығынан байқауға болады. Өзін тым жоғары қойып басқаларды менсінбейтін адам көбіне терең оймен парасаттың жұрдай келеді. Бұл мақал-мәтелде осы шындықты дәл сипаттайды. Бидай басы толысқан сайын иіледі, яғни нағыз ақылды жан ешқашан мақтанға салынбайды. Өмірде де білімді, тәжірибелі адамдар қарапайым келеді, ал керісінше надан кісі өзін ақылды көрсеткісі келеді. Сондықтан әрдайым кішіпейіл болып, шынайы даналыққа ұмтылу